миллионның 4 баласы ұсталып қалып еді. Содан кейін екінші қалалық сот ісін қарап қылмыс деп танып еді. Содан кейін 250 миллион айыппұлды оларға салып еді. Мұны қайдан түсінсін тоқ адамдар, айлығы байлығы да мол адамдар. 250 миллион 4-ке бөлсе қаншадан шығатынын жобалаңдар. 63 миллионның шамасы ғой, әрқайсысы төлейді сол адамдар. Оны қайдан төлесін, қызметі түгелі мамандығы жоқ адамдар. Теңізге еріккеннен шықпайды адам, шіркін ай түсінсе ғой сон адамдар. Тұрғындардың көбінің жұмысы жоқ, осыны түсінбейді көп адамдар. Әлсізге әлі келген билік жайлы содан соң жасалады жорамалдар. Ұсталса ұсталмай ма әлі жүр ғой қазақты миллиардтап тонағандар. Айтатын сөз болғасын аттандадым, қарабас қамын ойлап сақтанбадым.